Зеренді ауданындағы Заречный ауылының тұрғындары амалдары құрып, төзімдері таусылған соң редакциямызға шағымдануға мәжбүр болыпты. Шынында да ауыл тұрғындарының мына жағдайы елең еткізерлік. Облыс орталығына бар жолды су шайған. Екі ортадан Шағалалы өзен ағады. 2 жыл бұрын жаяу жүргіншіге арналып салынған шағын көпір екі жағына шайқалып тұр. Ата-аналар үлкендердің жетектеуінсіз балаларын көпірден өткізбейді, қорқады. Алыста болса айналма жолдың бар екені рас. Екі есе алыс жол тақтай тегіз болса бір сәрі. Онда жолдың алыстығы да білінбеседі. Жоқ, керісінше. Ол жолмен жүрген көліктің ұзаққа шыдамасы кәміл. Жол жоқ болса ешқайда шықпай-ақ қой, отыра бермей дерсіз. Ауылдың іске жарайтын жұртының бәрі облыс орталығында жұмыста. Сондықтан Көкшетауға күнде баруға тура келеді. Бұл қиындық бір күнде туа қалған жоқ. Бұл жырдың басталғанына бақандай 5 жыл болды. Көпір салудың қымбатқа түсері белгілі. Бірақ қалай болған күнде де ауылға қоғамдық көлік қатынап, қажет кезінде жедел жәрдемнің жетіп келуіне жағдай жасалуы керек қой. Біздің тілшіміз Достық Талғатұлы жол қатынасы жүйкені тоздырған ауылға барып, тұрғындардың шағым тілегін тыңдап қайтты. Зеренді бағытындағы Заречный ауылы төте жол арқылы Көкшетау қаласынан 14 шақырым жерде орналасқан. Алайда тұрғындар облыс орталығына автомобиль көпірінің жоқтығынан қысқа жолмен қатынай алмайды. Көкшетау Зеренді тас жолы мен елді мекен аралығында Шағалалы өзені ағып жатыр. 2009 жылы селолық округ әкімі Еркін Бәйкеновтің себепкер болуымен адам өте алатын 55 метрлік көпір салынған. Бүгінде оның өзі тербеліп тұр. 120 түтіні бар ауыл тұрғындарының басым көпшілігі Көкшетау қаласында жұмыс істейді. Бізде жол жоқ. Осы жол болса мәшине жүретін жер. Осы мәшине жүретін бізге қиын болып жатыр. Біз бәрі қалада жұмыс істейді. 90% қалада істейді осы мындайдың ауылдың кісілері. Солардың ешқайсының баратын көлікпен жүретін мәшине жол жоқ бізде. Қыстың күні ауыл тұрғындары өзен үстіне қатқан мұз арқылы көлікпен өтіп жүреді. Алайда жылдың 3 мезгілі тұрғындар үшін қиынға соғады. Осы мәселе бойынша селолық округ әкіміне барған едік. Заречныйда 300-ден аса халқы бар, 120 үй бар. Жалпы міне 2011-де сол жерде мағына дүкен жоқ еді, дүкен аштық. Барлық стандарттарға сай, ішінде тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Яғни ауылдың болашағы бар. Болашағы бар, мектеп 9 класстық мектебіміз бар. Облыс орталығының іргесіндегі ауылға деген көзқарас өзгермесе, елді мекеннің жағдайы қазірден ескерілмесе, мүмкіндігі мол Заречныйдың ертеңгі тағдыры қандай болмақ? Өсем деген ауылға қолдау болмаса, оның құлдырап өшері хақ. Заречный елді мекенін қаламен байланыстыратын келесі көпірдің жағдайы көз алдарыңызда. Көпірді көктемнің алғашқы айында жыл сайын су шайып кетеді. Биылда дәстүрлі жағдай қайталанды. Қазір су ағыны аздап саябырсып, деңгейі төмендеген. Алайда апатты жағдайда тұрған көпірден көлікпен өту өте қиын. Малын сатып шығынданып, адал еңбекпен алған темір тұлпарын қай ауыл тұрғыны қирасын дейді. Бақилық болған адамды көпір арқылы өткізіп, зиратқа апару қиынның қиыны дейді ауыл тұрғындары. Жұма күні бір кісіні қоюға қалай шығамыз деп ойымдадық. Одан бейсенбі күні мен акиматқа звонить еттім. Сендер ашпау үшін едіңдер. Бізде жұма күні кісі жерлеуге бару керек, батаға бару керек дедім. Ан жақта бір шлюз бар, бір деңкелер бар. Жылда айтпасаң, оны ойланбайды. Сөйтсем айтады, аким біледі дейді. Аким білгенде кешке қарай қалаға қайтамыз. Кешке қарай қайттық, резинкетік кидік, мына белуарымызға дейін. Біріміз сүйрелеп, айғайлап, ол жердің қажері терең, қажері не екен біз білмейміз ғой мысал үшін. Ауыл мен қаланы байланыстыратын келесі жолдың жағдайы жақсы деуге келеді. Алайда ол төте жолдан 2 есе ұзын. Оған қоса жолдың жартысы ойқы-шойқы. Қалаға бару үшін 2 елді мекен арқылы өту керек. Сайлау алдында үміткерлер қаржы бөлінуін бақылап, көпірдің міндетті түрде салынуына көмектесеміз деп уәде берген. Алайда
Все они, когда баллотировались, сказали, если мы пройдем, депутаты... Сайлау алдында бәрі егер өтсек көпір салып береміз деп уәде береді. Кейін ақша жоқ екен анықталады. Осылайша аудандық бюджетке сілтейді. Оларда қаражат жоқ деп бетімізді қайтарып жібереді. 2007 жылы аудан әкімінің есебі аудандық бірлік газетіне жарияланған. Мақаланың атауында көпірді қазына көтермейді деген тіркес бар. Жолдың жоқтығынан ауылға қоғамдық көлік мүлде қатынамайды. Жедел жәрдем қызметінің де ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсетуден бас тартқалы қашан. Скорый деген ол біздің жаққа келмейді, шақырсаң ол келіп әкетпейді, келмейді. Жаяу жалпылап, мәшіне жалдап біз орталықта ғана больницаға барамыз. Автобус осы ауылға келмейді. Өткені мына жерден жол жүре алмайды. Бұлай ана жақтан айналып келетін жол, ол тіпті не, жүруге қауіп. Жүкті аналар мерзімі жақындаған кезде қаладағы туған туыстарына жетуге асығады. Өйткені жедел жәрдем қызметі ауылға мүлдем қатынамайды. Құқықтық әрі демократиялық дамушы, өркендеуші елде тұрып, ауылды өркениеттен кенже қалдыру, тұрғындардың тұрмыстық жағдайын қиындату қолында қауқары бар. Алайда құлшынысы жоқ азаматтарға сын. Если по нашей трассе вот ехать дальше смотреть, прекрасная деревня. Тас жол бойындағы барлық елді мекендердің жағдайы жақсы, көпірлері бар, жолдары бар. Ал біз қаланың жанында тұрсақ та жағдайымыз ескерілмеген. Біздің сөзімізді ешкімнің құлаққа ілмеуі өкінішті әрине. Желмен тербелетін, адам жүретін бұл көпір қияметтің қыл көпіріне айналмаса болғаны. Осыдан 3 жыл бұрын салынған 55 метрлік көпірдің сырғауылы бүгінде босап тұр. Тұрғындардың да амалдары таусылып, жағдайлары қиындаған. Ата-аналары бұл көпірмен балаларын жіберуге қауіптенеді. Шағалалы өзенінің екінші жағасына ауылдың малы өріске шығады. Тұрғындары мал азығында осы көпір арқылы тасиды. Ауылдық қолдау жылдарда мемлекет тарапынан көмек болмаған. 25 жылдан бері осындай қиын қыстау заманды басынан өткеріп келе жатқан ауыл тұрғындары әлі де болса қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заманнан күдерін үзер емес. Достық Талғатұлы, Данияр Жұмағұлов, Апта.